Қашықтан оқыту ақпараттық құралдар және ғылыми негізделген тәсілдер арқылы білім алу формасы. Қашықтан оқытуды қалай ұйымдастырамын? Ең алдымен WhatsApp желісінде топ оқушылар чатына сағат 8:30-да оятып жазамын. Сағат 9:00-де Google Classroom платформасында сабағымды бастаймын. Мен өткен сабақты бекіту мақсатында Learning Apps-ті пайдаланамын. Жаңа тақырып туралы қысқаша ең керекті ақпаратты жазып, лекция жіберемін. Оқушылар лекцияны дәптерлеріне жазып алғаннан кейін Google формасында дайындалған тест тапсырмаларын орындайды. Ол үшін оқушыларға арнайы уақыт беремін. Сағат 1:00-ге дейін оқушылар тапсырмасын орындап маған жібереді. Осы аралықта оқушылар офлайн режимінде сабақтарын оқып дайындалады. Тапсырманы орындап болған оқушылар жұмыстарын маған жіберіп отырады. Мен оларды сәйкесінше бағалап отырамын. Барлық оқушылар тапсырмаларын жіберіп болғаннан кейін Zoom топтық бейне байланысқа шығамыз. Бұнда оқушылар кездескен кедергі мен қиыншылықтарын айтып бөліседі. Алдағы жоспарымызбен таныстырып, үй тапсырмасын беремін. Сондай-ақ қызықты оқиғаларымызбен де бөлісеміз. Қашықтан оқытудың керемет жақсы тұстары бар. Яғни қашықтан оқыту арқылы кейбір оқушыларды жаңа қырынан танып білемін. Өйткені дәстүрлі сабақ кезінде өзін көрсете алмаған оқушылар үшін жаңа мүмкіндік туып отыр. Сондықтан мен оқушыларымды басқа қырынан да танып біліп жатырмын. Мен үшін қашықтан оқыту еш кедергі емес. Қашықтан оқытуды қолдаймын.